шіркін, қараңызшы, біздің қазақтың арасында қандай мәрт жомарт жігіттер бар. Естеріңізде болса, кеше Париж Олимпиадасында алтын алған Елдос Сметов батырымызға ақтөбелік бір кәсіпкер ағамыз 100 жылқы сыйлады деген ақпарат шыққан болатын. Сол ақпараттың анық-қанығына жету үшін бүгін мен сол кісінің номерін тауып, арнайлап тұрып хабарластым. Ол кісінің аты Әнуар Ақмырза екен. Ол кісі өз шынымен Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Жарғамыс елді мекенінде кәдімгідей үлкен деңгейде жылқы асырайтын ірі кәсіпкер көрінеді. Ойлап қараңызшы, ол кісі мүлдем Елдосты танымайды, білмейді, өмірінде көрмеген. Мына сіз бен біз секілді телевизордан жаңағы Олимпиаданың тікелей эфирін қарап отырып, Елдосқа жанкүйерлік етіп отырған. Және бір кезде Елдос жеңіп, жаңағы алтын медальды асып, қазақтың туын асқақтатып, биіктетіп, әнұранды шырқатқан кезде тебіреніп кеткен ол кісі бірден 100 жылқы атауға шешім қабылдаған. Сөйтіп, бірден Елдостың номерін іздеп тауып, өзіне жегесіне хабарласып, мен ақтөбелік ағаңмын, міне алтын алып бергеннің құрметіне саған 100 жылқы бердім деген екен. Жалпы ана 100 жылқы дегенің жай-пай, жаңа ұсақ түйек, тай-пай, жабағы емес, кәдімгі ту бие, яғни мама бие. Егер ол 100 жылқыны жақсылап осылай бағатын болса, келесі жылы 200 жылқы болады. Қысқасы, ағамызбен жылы қоштасып, оның басына бас, жасына жас, малына мал қосылуын тіледім. Осы видеоны барынша таратып жеріңіздер. Осындай елім деген, ерім деген ағаларымыз көп болсын, басқа да жаңаға кәсіпкер ағаларымызға үлгі болып, осындай елдің атын шығарып жүрген, елге қызмет етіп жүрген, жаңаға чемпион болып, жаңаға білім саласында да, мысалы қаншама білім саласында да жаңаға олимпиада чемпионы болып келіп жатқан жастар бар. Мысалы физика саласында, химия, информатика саласында, міне сол кісілерге де біз жақсылап осындай сыйлықтар бердіруіміз керек. Егер осындай жаңағы елім деген кәсіпкерлер шығатын болса, жаңағындай кісілерге берсе, онда қазағымыздың жастары көптеп мотивация алып, біздің қазағымыз мықты болып дамитынына сенімім зор. Алға Қазақстан, алға ағайын. Лайк басып қолдап отырыңыздар. Рахмет сіздерге.